Микс. Және бүгінгі видео сіздердің көптен күткен видеоларыңыз Back to School. Достар, бұл видео жылына бір рет болатын видео болғандықтан, мен бұл видеоға жақсылап дайындалдым. Қазір біз барлығымыз мектеп құралдарын алып жатырмыз. Және мен ең бірінші сөмкемнен бастаймын. Яғни сөмкелерімнен. Мен 2 рюкзак алдым. Біреу мынадай, BTS. Міне жаңа, жалпы өзінің түсі де әдемі, ұнады. Міне мен осындай рюкзак алдым. Жалпы маған бұл рюкзагым ұнады. Бұл менің бірінші рюкзагым, ал мынау менің екінші рюкзагым. Міне ол рюкзагым менде өте әдемі жылтырақтармен, жылтырақ пайеткалармен. Мына жақтары алтын түстес, және пайеткалар өте әдемі көрінеді. Міне жалпы осындай сөмке. Мектепке ұстайтын 2 рюкзактарым. Кезек-кезек алмастырып ұстап жүремін. Ал мынау достар менің інімнің рюкзагы. Олдардікі. Және келесі. Ол менде мынадай сөмкеше кішкентай. Prada. Өте әдемі. Бірақ бұны мен сабаққа ұстамаймын. Қыдырғанға, сабақтан кейінгі өзімнің сыныптастарыммен қыдырғанға ұстап жүремін. Жалпы осындай тиімді кішкентай сөмкеше. Достар, айта кетсем, мен Алматы қаласындағы пилоттық гимназия мектебіне түстім. Міне қараңыздар, осындай бубенчик бар, шаригі. Және де бұның бубенчигі былай алынады. Бұл бубенчикті басқа сөмкеге салса болады. Міне бұл бубенчик әр сөмкеге, әр рюкзакқа болады. Жалпы сөмкеше осындай, Prada. Ал мынау менің екінші сөмкешем, ұстауға арналған. Сабаққа болмаса да қысқартылған күндерге ұстауға арналған. Жалпы осындай. Мен достар сіздерге 2 рюкзагымды көрсеттім. Ал мынау менің 2 сөмкешем. Мынау кішкене кішірек, әрі тиімді. Ал мынау кішкене үлкенірек, және де жұлдыздармен әдемі. Достар, ал менің сөмкешелерім, рюкзактарым болды. Ал енді келесі мен киімдерді бастаймын. Міне мынадай сарафан, блузка ақ. Сіздерге көрініп тұрған шығар. Ақ блузка және сарафан. Мен бұны өзім киіп көргенмін. Осындай сарафаным және блузкасымен. Міне мынадай сарафан және блузка ақ. Достар, мынау менде жакет, жилетка. Міне мынадай ұзынырақ. Содан соң оның ішінде мынадай блузка ақ. Мынадай ақ блузка бантигімен. Және мынадай классический юбка. Мына жағында алтын жазуы бар. Темно-синий форма. Ал мынау менің інімнің формасы. Темно-синий. Шалбары, костюмы, галстугы. Міне осындай інімдікі. Інімнің тағы да бір рубашкасы және галстугы. Және де менің екінші юбка. Бұл кішкене жылырақ юбка. Және бұл классический емес. Міне мынадай. Менің бірінші юбкам классический болса, ал мынау кәдімгі классический емес. Міне осындай. Және бұл жылырақ. Келесі менде мынадай капрон колготки. Ақ түсті. Жалпы капрон. Содан соң достар, менде мынадай капроновый гольфи. Міне мынадай капроновый гольфи. Және бантик. Бізге бірінші қыркүйекке міндетті түрде бантик кию керек. Міне мынадай бантиктар, 2. Және енді достар, менде аяқ киім. Менің бірінші туфли мынадай бежевый туфли. Алдында мынадай бантиктар бар. Өте әдемі. Қараңыздар. Жаңа. Менің аяқ киімімнің өлшемі 36. Және міне осындай бежевый туфли. Бантигімен өте әдемі. Бір бежевый, бір қара алдым. Және бір мынау аласа болғанда қара кішкене биік. Осындай әдемі. Келесі менің екінші туфлим биіктеуі, қара түстісі. Міне мынадай. Менің аяқ киімімнің өлшемі міне 36 деп тұр. Осындай өте керемет. Платформа. Міне жалпы осындай қара түсті, өте әдемі. Жалпы көрдіңіздер. Және содан соң менде дене шынықтыруға киетін Маквин. Міне мынадай ақ түсті. Мына жағы қызғылт түсті. Өте әдемі. Маған ұнады.
міне осыны мен дене шынықтыруға киемін. Ал ініме дене шынықтыруға киюге арналған мынадай макас. Қара түсті. Өздеріңіз білетіндей менде қызғылт түстісі бар болатын, ал ініме осындай қара алдық. Және де маған дене шынықтыруға киетін мынадай спортивка. Яғни байқасаңыздар, біз осындай міне ту түстес жейдемен киеміз. Міне осындай ту түстес жейдемен дене шынықтыру сабағында, және мынадай темно-синий трикомен киеміз. Ал менің жейдем ту түстес. Жалпы дене шынықтыруға осыларды киеміз. Және де достар, енді бізде кішкентай нәрселер, шұлықтар, мектепке киюге арналған. Менде мынадай көк, ақ, және де мынадай. Міне екі-екіден бар барлығында. Және де кроссовкимен бірге киюге арналған мынадай тағы да шұлықтар, қара, ақ және қара. Кроссовкимен киюге арналған. Жалпы дене шынықтыруға да кием, басқа аяқ киімдермен де киюге арналған. Жалпы осындай. Және де видеоның ең қызықты бөлімі канцелярия. Менде канцелярияда пенал. Пенал өзі мынадай, қараңыздар. Мына жағы бізде қызғылт болып тұр. Ал енді сорт түстес. Сіздерге көрініп тұрмам. Міне. Жалпы осылай сұрға айналдырса болады. Мына жағы қызғылт, ал мына жағы сор. Және оның ішінде қаламдар, қарындаш. Жалпы осындай пенал. Содан соң мына інімнің альбомы. Ал мынау інімнің пеналы. Бұның ішінде де қаламсаптар, қарындаштар бар. Міне. Акварель бояуы. Мынадай қорапша сияқты пенал. Міне мынадай пенал. Және бұның ішінде сызғыштар, үшбұрыш сызғыштар, транспортир, өшіргіш, циркуль, карандаш, ұштағыш бар. Жалпы көп нәрсе бар. Інім екеумізге де мынадай сары желім. Ініме жасыл қайшы, ал маған мынадай қызғылт қайшы. Ініме көлік ұштағыш, ал маған доп ұштағыш. Маған өшіргіш. Текстовыделитель маркерлар. 4 түсті. Сары, жасыл, қызыл және көк. Міне, мынау қызғылт. Күнделікке қаптар. Ініме мынадай сызғыштар. Және олардың ең қызығы, олар сынбайды және былай мұжылады. Олар қатты емес. Інім екеумізге түрлі түсті қарандаштар. Міне мынадай түрлі түсті. Дәптерге қап, пластилин, кітапқа қап, көп, қап, 2 күнделік. Тағы да 2 сызғыш, қалың дәптер, тағы да қалың дәптер. Мына жақта тағы да мынадай 2 қалың дәптер бар. Мына екеуі, және де мына екеуі. Сол кезде 4 болады. Міне, шынымен 4. Және мынадай қалың дәптерден де 4. Міне. Қалың дәптер жинағы. 12 сабақтан қалың дәптер бар. Бұл жақта бізде химия, физика, алгебра, геометрия, информатика, биология, география, Қазақстан тарихы, қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі, және де қазақ әдебиетінен барлық дәптерлер бар. 36 беттік барлығында. Міне бірінші менде мына жақта геометрия тұр, және де мына жақтарда көп дәптерлер тұр. Бұл жақта жалпы 12 дәптер. 12 сабаққа арналған. Содан соң кәдімгі жай дәптерлер. Міне мынадай, жай дәптерлер мынадай. Міне. Осындай. Мына жақта бар. Және де тағы да мына жақтарда бар. Олардың барлығы мынадай дәптерлер міне. Міне, осыншама дәптер. 50 шақты болу керек. Және де сызуға арналған папка. Ақ парақтар. Және бұл жаққа сызамыз, сурет саламыз. Жалпы сондай. Міне мынадай үлкен папка. Достар, ал сіздер кітап алдыңыздар ма? Комментарияға жаза өтіңіздер. Және мен кітап алдым. Міне 7 сыныпта мынау геометрия. Мынау қазақ әдебиеті. Яғни бұл хрестоматия. Және 7 сынып менің кітаптарым мен сіздердің кітаптарыңыз ұқсай ма? Комментарияға жазып кетіңіздер. Қазақ тілі,
алгебра, русский язык и литература, қазақ әдебиеті, химия, дүниежүзі тарихы және информатика. Қалған кітаптарды біз тағы да аламыз. Менің канцеляриям, мектепке алған заттарымның барлығын көрдіңіздер. Міне олардың барлығы мына жақтарда тұр, бірақ та бұл жақта барлық мектепке алған заттар емес, бұл жақта тек кішігірім заттар, ал киімдерім барлығы мына жақтарда жатты. Сіздер көрсеңіздер ғой. Я білемін, бұл back to school, бұл видео қызықты болғанымен, бірақ та жақын арада бәрібір мектепке баруымыз керек. Міне осымен жаз да бітті. Қайтадан мектеп уақыты басталады. Алда менің арнамнан қызықты видеолар күтіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Достар, мен айтуды ұмытып кетіппін. Жаңа оқу жылы құтты болсын. Және де егер осы видео 3000 лайк жинаса, мен өзімнің жазда алған хол, яғни киімдерімді көрсетем. Көргілеріңіз келсе, осы видеоның астына 3000 лайк жинаңыздар. Ал ендеше, сау болыңыздар.